бір адамды жылатып қояды да, жылатып еңіретіп астынан жаңағындай Каспий голд қояды. Біз статистика жұмыс жасамаймыз. Біз сапаға жұмыс жасаймыз. Өзіміздің талғамымызбен, былай айтқанда вкуспен дейді ғой. Ана жақта үй алып жатқанда адамдар есік теуіп, жерге жата қалып, вау деп те айтпайды ғой біздікілер. Тяп-ляп арзан материалмен жасап берсек те болады ғой мысалға, иә. Олардың балалары қазақ еліне кәдімгідей шынайы қызмет етеді. Ажырасып кетіп жатқан адамдар бар да, бірақ өзі екеуі бірге тұрады, өздері өтірік ажырасып алған. Сендер 35 миллионға үй салып бір адамға бергенше, одан да 35 миллионды бөліп, общежитие, анау мынау. Бізде реальный бақытты отбасы деп көрсететін адам қалмады ма? Ассалаумағалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Біздің асыл адам қоры ұлтқа, дінге, нәсілге бөлінбей, адамзат баласын бәріне бірдей қарайтын осындай қайырымдылық қор. 2014 жылдан бастап біз бақытты отбасы деп күнделікті сіздерге айтып келе жатырмыз. Ал енді бақытты отбасы деген кім? Жалпы бақытты отбасы болу біздің елімізде қандай көрсеткіштермен көрсетіледі, немесе бағаланады? Енді мен ойлауымша бақытты отбасы деген қандай қиындық болса да ажыраспаған, махаббаттарына берік. Ал егер де олардың әжесі, ата-аналары бәрі қасында болса, барлықтары бірге өмір сүрсе, осыдан артық бақыт бар ма? Дендерінде саулық болса, бастарында бақыт дегенді сол емес пе? Ал енді бақытты ақшамен бағалайтын, дүние мүлікпен бағалайтын қазіргі сарандардың да айтып жеткізетіні анық. Енді саран демекші қанша адамдар бар Қазақстанда, барлығымыз киімге қарап бағалап жатамыз. Бақытты отбасын немесе жаңағы барып жұмыс жасамай ма деп табалап жатамыз. Қандай сөздермен айтсақ та, бақытты отбасылар біздің қазақ елінде көп болу үшін біз жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан біз осы қонағымызға Нұргүл Маратқызын шақырып отырмыз. Және те Асыл адам қорының президенті, жаңадан келген жастар біздің болашағымыз демекші Мақсат Сәкенұлын шақырып отырмыз. Барлықтарыңызға қош келдік дейміз. Ал енді емін-еркін әңгіме, бұл әңгімеде біз сіздермен жалпы идеологияға жұмыс жасап жатырмыз. Бақытты отбасы деген. Енді бұрын енді өте қиын болған кездер болды. Біздің Асыл адам қорының неше түрлі Аллах тағаланың сынақтарына түскен кездерде болды. Қазірде неше түрлі сынақтардан өтіп жатырмыз. Оны жасырмай айту керек. Осы Асыл адам қорына басшылыққа кімді қоямыз деп Инстаграмнан тауып қойған адамдарымыз да кейін Асыл адамның абыройын айрандай төккен кездер болды. Оны жасырмай айту керек. Ауруын жасырған өледі демекші. Бірақ енді міне сіздер де келдіңіздер. Мен сіздерді бұрын таныған жоқпын. Осы Асыл адамның тізгінін ұстаймын деп келдіңіздер. Қалай болып жатыр? Жұмыс қалай болып жатыр қазір? Біз негізі тегін үй береміз десек, мен негізі тегін үй туралы әдейі айтпайтынмын. Өйткені тегін үй десек, жұрттың бәрі қайтадан үйге ауысып кетеді да, фокустың бәрі. Ал основной жаңағы біздің идеологиямыз қалып қояды. Сондықтан мәселе үйден емес, мәселе бақытты отбасылардың саны қанша болды қазір бізге? Бізде енді Асыл адам қайырымдылық қоры 2014 жылдан бері қаланғанынан бастап, жаңа өзіңіздің жаңағы негізін қалаушы болғандықтан 50 шақты отбасыға, бақытты отбасыға Асыл адам қайырымдылық қоры үй берілді. Бұл жерде біздің идеологиямыз жалпы Асыл адам қайырымдылық қорының, өзіңізде оны айтасыз, барлығы көрермендер біледі деп ойлаймын. Дінге, ұлтқа, нәсілге бөлінбейміз. Және де толыққанды бақытты отбасыларына үй салып береміз. Бақытты отбасы деген жалпы ұғым, жалпы осы қоғам бойынша бақытты отбасы деген ұғымды қалай түсінеміз? Бақытты отбасы деген ол міндетті түрде толыққанды, әке шешесі сыйластықта, үлкен махаббатта және мейірімде болса, ол отбасыда міндетті түрде балалары да бақытты болады деп ойлаймын. Сол негізгі жалпы қазір қоғамдағы проблема, жалпы біздің менталитетімізде деп ойлаймын, отбасылар егер де үйде бір ішкі проблема болса, бір-бірімен сөйлеспейді. Ең бірінші бақытты отбасының басты проблемасы сөйлесе білу. Яғни күнделікті жарты сағат, бір сағат міндетті түрде үйдің ішіндегі бір мәселе болып жатса, соны ашық түрде талқылау. Егер де отбасы бір-бірімен сондай күнде талқылап жаңа жұмыс жасап отырса, ол міндетті түрде бақытты отбасы болды. Бақытсыз отбасы олар өздерінде ішкі проблемаларын біле тұра, күнделікті тамақ, қазан ошақ, өсек аян деген сияқты өздерінің кемшіліктерін бетіне басып, жаңағы ұрыс керіс болып, бірақ
сол арқылы бір-бірімен контакт жоқ та. Күйеуі өз бетімен, әйелі өз бетімен, сол проблема бар, туындап тұр. Бірақ сонда ашық түрде өз-өздеріне бүйтіп айту, ашық айтпағаннан кейін, ашық сөйлеспегеннен кейін, сол проблеманы шешпегеннен кейін, сол үшін олар әрі қарай бақытсыз өмір сүре береді. Бізге қазір asladam.kz деген сайт бар, соған келген, мысалы үшін біз айттық өткенде, Аяулым Жорабаеваның аудиториясы, және де мына жақтан Затбек Көпболсын ағамыздың жаңағы инста парақшасындағы оқырмандар дедік. Солардың арасынан хаттарды asladam.kz-ге жинайық дедік. Енді бұрын біз кіммен өткіздік, жаңағы алдында Нұрсейіт Жылқышбаймен өткіздік, одан кейін алдында оны Ғалым Махамбетпен өткіздік. Енді қазір жаңағы Аяулым Жорабаева және де Затбек Көпболсын екеуінің арасындағы аудиторияны бөліп қарадық. Енді қайсыдан қанша хат келді? Әлде екеуінен келген хатты бірақ айтамыз ба? Жоқ, жалпы түрде көрермендер біздің жалпы оқырмандарымыздың asladam.kz сайтында осы кезге дейін 2000 жуыққа хат келді, бірақ әлде де өтініштер түсіп жатыр. Біз әлі біреу отбасын әлі толық таңдаған жоқпыз? Жоқ, бізде таңдау өте қиын болып жатыр. Өйткені әртүрлі жағдай, жаңағы көбінесе 8 баласы бар, 10 баласы бар, 7 баласы бар отбасылар. Сол үшін біз Asladam қайырымдылық қоры күндемей түндемей сол өтініштерді қарап шығамыз. Өзімізге саралап жаңағы бір 10-15 отбасыны таңдағаннан кейін оларға мысалға оларға міндетті түрде барып, қарап, отбасы қандай жағдайда тұрады, қандай отбасы, балалар қандай деген сияқты міндетті түрде сондай жаңағы бізге ең басты міндет 10 баласы бар, сол кісіге берейік деген емес. Олар жалпы не дейді ғой, образ жизни. Соны қараймыз міндетті түрде. Балалар қандай тәрбие, келіншегі қандай, күйеу қандай деген сияқты. Соны міндетті түрде өзіміздің көзімізбен көріп, көзіміз жеткен кезде ғана. Жалпы негізі отбасы, өзіңіздің де отбасыңыз бар ма? Осы бақытты отбасы деген проектті жүргізіп отырып, өзіңіздің отбасыңызда бір өзгерістер бар ма негізі? Бұлай. Бақытты отбасының идеологиясын қарап, бұрын шамалы күйеуіңізбен екеуіңіз қиын уақытта шамалы сөзге келіп қалатын, кейін жаңағыдай не істеп, осы жұмыста жүріп бір кішігірім болса өзгеріс бар ма? Рас айтыңызшы. Жоқ, енді шынымен айтайын. Мысалға осы уақытқа дейін сіздің өзіңізде көп балалы отбасысыз ғой? Мен де көп балалы анамын. Мысалға осы уақытқа дейін, мысалға мен қайырымдылық қорында жұмыс істеп көрмегенмін ғой. Мен телевизия саласында жұмыс істегенмін. Телевизия саласында болған кезде, бізде жаңа тікелей эфирлер болған кезде адам жүйкесі тозған болады ғой, енді көп адам оны түсініп жатады. Көп жүйкесі тозып кеткен ғой тікелей. Сол кезде үйге барған кезде мысалға бірдеңе неге кешігіп келдің деген сұрақтарға жауап сұраған кезде түсінбеушілік болады. Мысалға ответ жаңағыдай оны айтасың. Жоқ, сен түсінбейсің. Бізде тікелей эфир дегенде жай қарапайым кісі телевизия саласын егер ол жерде жұмыс істемесе, оны түсіндіру қиын, оны қарапайым кісі түсіне білмейді. Сөйтіп жұмыс істеп жүргенде қазір міне Алланың қалауымен Нұр-Сұлтан қаласына көшіп келгеннен кейін Asladam қайырымдылық қорына орналастым. Бір қайтадан сол бәрі де ол телевизия, өйткені ол жерде түсірілім бар. Ол жерде де түсірілім. Мысалы көбісі ойлайды, қайырымдылық қор не істейді? Қор отырады жаңа халықтан ақша жинап деген сияқты. Жоқ. Осы жерде қараңыз, халықтан ақша жинап. Мысалы үшін Қазақстанда қазір қайырымдылық қорлар бір адамды жылатып қояды да, жылатып еңіретіп астынан жаңағындай Каспий голд қояды. Сөйтеді да жаңағы Каспий голд қояды да, жаңағы банк карталарын қойып ақша жинап алады. Енді біреудің баласын құтқарып алғансы, құтқарып алды ғой енді өткенде. Сондай момент пайдаланып тұрады да, сонда міне мынандай батырымызға ақша жинап жіберейік тездетіп деп, тоже сондай былайша айтқан кезде, сол дұрыс па негізі өзіңіздің ойыңыз бойынша? Қалай ойлайсыз осыны? Негізі жылатып еңіретіп ақша жинағаннан кейін халықтың өзі профессиональный попрошайка болып кеткен жоқ па? Жоқ, енді жалпы біздің қоғамды сондай неге өзі бұрып сондайға үйретіп тастаған деп ойлаймын. Егер де бізде Инстаграм парақшасы өтіп бара жатқан кезде бір жылап жатқан ана болмаса ауру баланы көрсек, мысалға алайық. Өткізіп жібереміз. Мен, например, ондай өзім негативті көрмеймін. Мен егер де сондайды көрсем, мен сразу видео болсын, мен ондай заттарды көргім келмейді, негатив. Бізде міндетті түрде Каспий голдқа жібересіз. Өйткені оны көргеннен кейін сен уже жібермеуге уже ұятың жібермейді. Оны міндетті түрде уже жібересіз. Мысалға бізде оны көбейіп кетсе не істейміз? Бізде енді ондайлар көбейіп кеткен. Шынымен, қайсысына кірмесең, анаған көмек, мынаған көмек. Енді профессиональный попрошайкалар шықты, одан кейін жаңа маркетинг ходтар шықты. Енді олда маркетинг ход қой, мысалы үшін. Өскенде қайтып беремін деді, өткенде ана бола. Қалай жүректі тебірентеді. Басқалар мысалы үшін мен сорлымын, маған бер деп жатса, ол айтып отыр, жоқ, маған бере тұршы.
мен ертең өскенде қайтып беремін деп. Ол өткенде қайтып беремін деген сөздің өзін қазіргі уақытта қайырымдылық қорлар соны фишка қылып алды да көбірек ақша жинады. Осы нәрселердің бәрі дұрыс па? Енді конкретно енді қорға келдіңіз ғой жұмыста, енді дұрыс па? Әлде біздің жасап жатқанымыз, мысалы үшін біз Асыл Адам қоры мақсат ящик қоймаймыз жерге, біз жаңағы біреуді жылатып, насихат жасамаймыз, ақша беріңдер деп. Біз ақша жаңағыдай нені қайырымдылық жасар. Сіз қайырымдылық жасасаңыз, біз де сізге беретін сыйлығымыз бар деп жатсыз. Ол қызықтырушы. Екінші, қайырымдылықты кімге жасап жатырмыз? Қандай қиындық болса да ажыраспаған бақытты отбасыларға. Сондай отбасыларға. Бізге көбінесе осы бізге халықтың дұрыс түсінбей жүрген осы жерінде сендер неге күйеуі мен әйелі толық отбасыға көмектесесіңдер? Неге андай сорлыларға көмектеспейсіңдер? Дейді. Жалғызбасты аналар қаяқта қалды дейді. Басқалар қаяқта қалды дейді. Енді мысалы үшін жалғызбасты анаға мемлекет үй беріп жатыр, дұрыс па? Мемлекет ажырасқан отбасыларға үй беріп жатыр. Мемлекет жаңағы инвалидтерге үй беріп жатыр. Мемлекет кімге үй бермей жатыр? Бақытты отбасыларға. Жоқ, мысалға сонда мемлекеттен үй алу үшін міндетті түрде бақытты болуымыз керек пе? Әлде біз бақытты отбасылардың майызын қандырып, қашан біз олардың көңілін көтеріп, сен бақытты болғаның үшін осындай жасадық деп. И ондай бақытты отбасылардың саны көбейіп, содан кейін әйтпесе бізде қазір қоғамда мемлекеттік бір бағдарламаларға өту үшін міндетті түрде ажырасып кетіп жатқан адамдар бар да, бірақ өзі екеуі бірге тұрады, өздері өтірік ажырасып алған. Ажырасып алады да, жаңағы бір мемлекеттік бағдарламаға барады. Табысын төмендетеді. Табысын төмендетеді. Искусственно жаңағы ухудшение своей жилищной состояния дейді жаңағы. Сондай нәрселерге алып келеді. Осының бәрін, мысалы үшін енді қазір халық бізді дұрыс түсінбеуі мүмкін, осыдан кейін жаңа астына қазір неше түрлі жаман комментарий жазуы мүмкін, ары не деп отыр деп. Бірақ халқым түсініңіздерші, біз қандай болса да бақытты отбасыларға жағдай жасауымыз керек қой. Сөйтіп бақытты отбасылардың санын көбейтуіміз. Даже мына көшедегі билборд ілетін болсаңыздар қазір, бақытты отбасы деген билборд іледі. Мына жақтан қарасаңыздар, бір актриса, актер и кішкентай актер балалар. А сонда не, бізде реальный бақытты отбасы деп көрсететін адам қалмады ма не сонда? Әлде бізде Қазақстанда бақытты отбасы деген тренд емес пе? Бақытты отбасы деген не, бренд емес пе? Қашан ол бақытты отбасыларды біз басымызға көтеріп, осы біздің бақытты отбасылар деп, чтобы соның бәрін қайтадан басқаларға үлгі болып, қандай қиындық болса да, мысалы үшін мен қиын отбасыларды көрдім ғой, ажыраспаған бірақ, ертең жақсы болып қалады, міне жақсы болып қалады. Қандай қиындық болса да олар бірге жаңағы өткізеді. Ешкімге барып айтпайды және. Қиындықтардың бәрін тілдерін тістеп отырып, жаңағындай балаларын басып отырып, ешкімге білдіртпейді. Былай сыртқа қарасаң, жағдайлар жақсы сияқты болып жүреді, на самом деле іштері жаңағы қанжылап жатса. Біз енді Асыл Адам қоры ящик қойып жатырмыз да, жаңағы басқалардың айырмашылығы не болып жатыр өзі осы жерде? Жалпы енді Асыл Адам қайырымдылық қоры, өздеріңізде ол істерден хабардарсыздар. Біз қордың ең басты айырмашылығы, біз ешқандай ящик ештеңе қоймаймыз, жұртқа жария қылып ешқандай сбор ашпаймыз. Біздің ең басты принцип, біз айтамыз, осындай бізде жоба бақытты отбасы жобасының ең соңғы нүктесінде бақытты отбасылар үй алады дейміз. Ол бақытты отбасының критерийі қандай? Ең басты критерий. Әкесі мен анасы ажыраспаған, жаңағыдай ешқандай да қиындыққа қарамаған, баласы, өздерінің қыздары да барлығы тәрбиелі, ұлтқа жалпы өзіміздің осы өркениетіміз дамуына әйтеуір қандай да бір кішкентай бір тамшының ұшындай бір үлес тигізе алатын кішкентай бақытты отбасыларды соңында біз баспаналы шаңырақты болуына атсалысамыз. Ал ол жерде енді келесі мәселе, олар қандай баспанаға ие болады. Енді бізге көптеген сұрақтар туындайды. Біз қазір таңда жоба барысында жұмыс жасап жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей көріп жатқан болсаңыздар, Инстаграмнан, Ютубтан үйлерді соғып жатырмыз. Сол үйлердің сыртында әсемделген, түнде светтер жақсылап тұр, жанып тұрады. Сыртыңғы материалдары барлығы жақсы, қымбат, ең соңғы материалдар. Яғни жұмыстарының өзі де барлығы тап жинақтай жақсы жігіттер істеп жатыр. Бізге ең басты сұрақ туындайды. Сендер мысалы мына үйді қаншаға соғып алсам еді? Енді біз айтамыз, бір үйдің себестоимосы жалпы қазіргі таңда материалдармен есептегенде мынанша сумма болады деп. Олардың барлығы көз ашылады. Енді осынша сумма жинап алсам, неге сендер осынша сумманы бөліп 5 отбасыға үй бермейсіңдер дейді. Мысалы үшін қазір бір үйдің құны 35 миллионға шығып жатыр. Мысалы үшін ішіндегі жиһазымен, бүкіл ремонтымен, соны біреулер айтады ғой, бір пысықайлар. Неге сендер 35 миллионға үй салып бір адамға бергенше, одан да 35 миллионды бөліп, общежитие, анау, мынау, ауылдың шет жағынан бір 2-3 миллиондан бөліп.
осы жерде біз тағы да айта кетуіміз керек, біз статистика жұмыс жасамаймыз, иә біз сапаға жұмыс жасаймыз. иә әрине. Бір жаңағы нәрсені жасасақ та, бір шегені қақсақ та түзуға қайық. Солай жоқ, ғой? одан кейін тағы да айтатыным, Асыл Адам қайырымдылық қорының салынып жатқан қазіргі таңда Аршалы ауданындағы үйлер, мысалға алдыңғы үйлерді мысалға дизайнер алып жасаған болсақ, қазіргі таңдағы екі үйді дизайнерсіз жұмыс істеп жатырмыз. То есть өзіміздің арманымыздағы менің үйім осындай болса екен. Бірақ өзіңізде ондай үй жоқ. Иә, өзімізде ондай үй жоқ, бірақ мысалға осындай болса екен. Неге де жоқ ондай үй? Иә, мысалға сондай үй болса екен, өзіміздің талғамымызбен, былай айтқанда вкуспен дейді ғой, соның күшімізді салып, одан кейін жаңағы материалдың мысалға оны тегін бергендіктен тяп-ляп арзан материалмен жасап берсек та болады ғой, мысалға, иә. Дариному коню в зубы не смотрит, нет. Но мы работаем, допустим, на совесть. Жоқ, на совесть жұмыс істейміз, өйткені шынымен қалай өзімізге армандағымыздай салғымыз келеді үйді. Дәл сол тұрғыда, сол бақытты отбасыларға дәл солай қылып салып беріп жатырмыз. Нұргүлдің айтып тұрғаны дұрыс. Бұрын даже мен өзімде ондай үй жоқ болса да, менің бала күнгі арманым сондай үйімде тұрса екен. Енді ана үйді салғаннан кейін дұрыстап тұрып салып, бақытты отбасының мерейін кәдімгідей потолокқа дейін көтеріп тастауымыз керек. Ана потолокқа көтеріп тастағаннан кейін ол отбасылардың туыстарын бәрі айтады, сендер мына үйді қалай боласыңдар деп. Біз просто бақытты болған үшін алып отырмыз. Бақытты болу деген тренд болады да. Енді қараңыздаршы, бізге қазір хат жазып жатыр, не деп жазып жатыр? Мен бақыттымын біз деп. бақытты отбасымыз. А сіздер бізге жұмысқа келмей тұрған кезде бізге жазатын, біз сор қайнаған сорлымыз. Менен сорлы адам тапсаңдар, сендер басқа біреуге берсеңдер, значит аналардың өтірік, сендер таныс тамырға беріп жатсыңдар. Өйткені менен сорлы адам таппайсыңдар деп жазатын. Ал енді қазір сұрайтын адамның өздері, яғни біз бақыттымыз. Жоқ, осындай кезде мен сізді сөзіңізді бөлейін. Мысалға туған туысқандарым бүйтіп айтады да маған. Нұргүл, сен қайырымдылық қорында жұмыс істейсің. Екі керемет үлкен зәулім үй салып жатсыңдар дейді да. Керемет қылып салып жатыр. Сен де көп балалы отбасың ғой. Сен неге өзің заявка, өзің істейтін организация asladam.kz-ге тастап, мысалға, сен де имеешь право, көп балалы ретінде тастап, мысалға, сен де неге қарастырмасқа, сенде де мысалға баспанаң жоқ қой дейді. Сіздің де күйіңіз бар, бақытты отбасыңыз. Мысалға, мен де мысалға сол санатқа жатам. Бірақ мен бұны айтып тұрғаным, мәселе мысалға жаңағы заявка өтініш беруде емес. Бұл жерде көп мынандай сұрақ туындайды да. Көбісі ойлайды мысалы, ой, өтірік жаңағы шоу қылдырып, заявка тастады, өтініш қарастырып жатырмыз дейді, өздерінің таныс тамыр туысқандарына береді деп ойлайды да, мысалға. Бірақ енді мен сіздерге айтайын, шынымен, мысалы, көбінесе қайырымдылық қор деген кезде бәрі де мынандай уже басқа бір не пайда болады да. Сенбестік. Недоверие дейді ғой қайырымдылық қорларына. Ой, қайырымдылық қорлары сөйтіп ақшаны жинап алады. Сосын былай істейді деген сияқты. Жоқ, мен сіздерге айтамын, что Асыл Адам қайырымдылық қоры, мен осы жерде жұмыс істегеніне міне 1 жылға жуық уақыт болды. Қаншама өтініштер түседі, мысалға, барлығының мысалға істеп жүрген біздің адамдар да бар, мысалға, көп балалары аналар да бар біздің жұмыста. Мысалға, соларға берсек те болады, мысалға, Көңілбай Қалдыбекович. Но мы прозрачно у нас это все проходит. Өтініштерді бәрін қараймыз. То есть таныс тамырға беру деген бізде мүлдем ондай не жоқ. Біз шынымен бүкіл өтініштерді қарастырып, мүлдем танымайтын, ешқашанда көрмеген отбасыларға сол үйлерді тегін сыйлаймыз. Бірақ көп адамдарда сондай сұрақ туындайды. Қалай сендер танымайтын біреулерге бересіңдер? Потому что уже недоверие идет. Бұған дейін де біз басқа ұлт өкілдеріне, басқа дін өкілдеріне бердік, мысалы үшін. Марина Максименко деген қыз бізде жаңағы бір акциямыздың жеңімпазы атанды. Мысалы үшін бәрі әділ өтіп отыр. Кеше мысалы үшін сіздерде жаңағы бензин, машина алып жатқан үйлер, тағы үйлер алып жатқан жаңағындай қаншама адамдар, қазақтың қыздары бәрі осындай неден өтіп жатыр. Ал енді бір қарасаңыздар, біз жаңағы ұлтқа, дінге, нәсілге бөлінбейтін болғандықтан біз басқа ұлт өкілдеріне бердік қой. Мысалы үшін өткенде біз бір отбасын таңдадықтан өте жақсы болды, мысалы үшін сол өту керек. Ол Украинадан келген жаңағы, то есть Украинадан келмеген, өзі жолдас қазақ, өзі украинка, балалардың бәрі енді міндетті түрде қазақ болды ғой. Сөйтіп 9 бала туған екен да, қазақ отбасы. Бірақ әйелі сондай. Біз соған осы мына Ресейде болып жатқан соғысқа байланысты біз өзіміз жаңағы ешкімді қолдамаймыз. Біздің Асыл Адам қорында жаңағындай осы бір неге өткізсек деген, бірақ бір жаны ана кісінің бақытты отбасы болғанын қарасаңызшы. Бірақ оны өкінішке орай басқа біреулер үй беріп қойды, сондықтан оны таңдай алмай қалдық, дұрыс қой? Бірақ ол кісіге беріп берген басқа бір кәсіпкерлер, басқа бір қорлар берген екен, Алла разы болсын. Бірақ енді ары қарай біз әлі іздеп жатырмыз. Ал үйді қай уақытқа қарай береміз енді?
Енді Алла қаласа 8 шілдеге деп жоспарлап отырмыз. Бірінші үйді, иә? Бірінші үйді, иә. Екінші үйге өтініштерді әлі қарастырып жатырмыз. Бұл бірінші Заттыбек Көпболсынұлының сол кісінің аудиториясынан таңдалатын отбасы ғой. Енді қарасаңыздар, бізде мынандай жағдай отырды. Бірінші мынау үйдің бірінші қабаты 120 шаршы метр, екінші қабаты 70 шаршы метр. Біз бірінші қабатын ғана ремонттап береміз. Екінші қабаты мансард дейміз ғой. Мансардты енді өздеріне қалдырамыз. Мүмкін балалар өсіп жатса, лестницасын ашып жібереді да, төбесінен жаңағы екінші қабатын салбаса болады. Оның ішінде біз жаңағы терезесін, жаңағы басқа да свет бәрін сол жаққа тартып, барлығы дайын тұр. бүкіл утепленный бәрі дайын тұр. Ішін кейін өзі бөліп ала қояды, солай ғой. Енді қарап отырсаңыздар, үй салу оңай емес, иә, мысалы үшін. Оның сыртында жаңа сіз айтып отырсыз, мен 1 жылдай жұмыс жасаймын Асыл Адам қорында деп. Сонымен қатар сізбен қатар тағы да қыздар жұмыс жасайды, жігіттер жұмыс жасайды. Соның бәрінің зарплатасы бар ғой, мысалы үшін. Ал енді халық өткенде біз андай жағдай жасадық қой, кімде-кім қайырымдылыққа жаңа 100 теңге, 1000 теңге қанша болса да ақша салса, соған біз 1 миллион 500 мың 200 мың береміз деп айтып едік өткенде. Сертификат. Сертификаттарды. Соны береміз бе, не істейміз? Өзі қанша ақша жиналды сонда халықтан? Енді сөздің шындығын айтайық, мысалға, иә. Аяулым Жорабаева мен Заттыбек Көпболсынұлының оқырмандары арасында бізде батыл жасадық қой. Жаңағы жарыс жасадық. Текетірес жаңағы. Кімнің көрермендері соғұрлым ақшаны көп жинаса, сол үй тезірек бітеді деген сияқты. Сондай негізінде бас кезінде сондай мақсат болған. Бірақ бізде енді былай айтқанда, екі біздің жаңағы әнші мен блогердің арасында, оқырман арасында 500 мыңға жуық қана, иә? Жоқ, где-то Заттыбек аға мен Аяулым ханымды қосқанда, енді Заттыбек ағаның спонсорский жағынан көмектескен адамдардың материалын есептегенде 2-3 миллиондай. Ал біздің бір үйдің себестоимости 35 миллион теңге. 35 миллион. Яғни айтқанда 10%-ын ғана жаба алды. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Бір үй 35 миллион болса, 270 миллион. Анау неңіз сонда жаңағы 5%-ын ғана жауып тұр, иә? Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Неге енді еще біз оған Аманат Раевтан үй алуға 2 миллион теңге приз беріп отырмыз. 500-500-нан ол 3 миллион теңге. Анауыңыз жаңағы 4 адамға 3 миллион 800 мыңға біз сертификат беріп отырмыз. Бізде өзгеге жақсылық жасау арқылы өзіңе де жақсылық жаса деген сияқты. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Енді мүйізі қарағайды әнші, блогер танымал неге аз сумма жиналды деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді бұл жерде халықтың арасында бақытты отбасы дейтін түсініктің қалыптаспауы да шығар мүмкін. Не ойлаймын өзі? Жоқ, ондан кейін екінші мәселе, біз енді осы қазір осы эфирді пайдаланып айтуымыз керек. Біздің жобаны енді ғана түсініп отыр ғой халық. Оған дейін біз осындай жобаны халық арасында талқылап айтқан жоқпыз, сондықтан халықты да кінәлай беруге болмайды. Өйткені біз өзіміздің жасап жатқан жұмысымызды оларға әлі түсіндіре алмадық. Біз егерде бір адамды жылатып қойып, мына үйді салып жатырмыз десек, ой, ана үйді салып біткенге дейін халық оны өздері күнде 100 теңге 1000 теңгемен өзі сбор жасап жинап береді. Арқа еті арқа, борба еті борша болып дейді ғой, қазақстан жақсы сөздер бар. Соған арқаланып бәрі келеді мысалы үшін. Ал біздің бұл жағдайда біз кімге берейін деп жатырмыз? Біз бақытты отбасына берейін деп жатырмыз. Сондықтан біздің шаруа бір еріккеннің ермек сияқты болып қалып жатыр да. Бірақ қоғам бірте-бірте соған келетін сияқты. Егер де біз қоғамда нені түсіндіруіміз керек? Мына жылай беретін адамдарға ақшаны жинай бермеу керек. Олардың бәріне енді әрине бір осындай операцияға кезінде мысалы үшін бар ғой, жаңағы миллиард жинап жатырмыз, Аллахтың ризашылығы үшін. Мешіт салып жатқан кезде жинап жатырмыз. Жалпы шөп болса шөп жинап жатырмыз, үй болса үйге жинап жатырмыз. Соны халықты да тебе беруге болмайды енді. Ұра беруге болмайды, былайша айтқан кезде сөзбен сабалап. Біз енді не істеуіміз керек осы жерде, осы енді жастарсыңдар осы енді. Мен миым жетпеді уже. 2014-тен бастап мен уже бұған ешқандай еш нәрсе істей алмайтын сияқты болып қалдым. Бірақ қолымызда келгенше істей істей береміз де. Насихаттай береміз. Діннің өзі насихат қой, насихаттай берсең, бір күн түсінеді ғой деген сияқты ғой. Біз Асыл Адам қорының бақытты отбасы жобасы бойынша ары қарай да жұмыс жасай береміз бе? Жұмыс жасаймыз ары қарай да. Себебі енді қазір мемлекет тарапынан, басқа да ұйымдар тарапынан енді баспана беру үшін өзіңіз айтқандай жалпы жағдайларын, халықтың әл-ауқатын көтеру үшін жаңа бағдарламалардың өзі де бақыттым деп талпынуға емес, жалпы кішігірім өзінің табысын жасырып қалуға, немесе қандай да бір
өзін сәл төмен көрсетуге, осы өзінің арасынан туыстарыңызды төмендеу көрсетуге талпындырады бағдарламалар жалпы. Ал егер де сол кісілер мысалы бірдеңе сатып алғысы келсе, через бір ұйымдар, банк ұйымдар алғысы келсе, доходы жетпейді. Ал үй алатын болса, болмаса бір санатқа қажетті бір документтер, құжаттар жинап, бір қажетті жәрдемақы алғысы келсе, доходы асып кетеді. Енді осы жерде қызықты парадокс туындайды. Неге мына жаққа туындағанда арбасы ары қарай секіреді, мына жаққа барған кезде ешегі былай секіреді деген сияқты туындайды. Енді бұл жерде халықтың енді табысы жетпей ма, әлде айлығы жетпей ма деген мәселе туындайды. Жоқ, оны үкіметтің бағдарламасын айтып отырсың ғой, жаңағы ана жеті асып бар жетпей қалды деген сияқты. Ол дұрыс қой, бірақ біз енді мына жақтан айтып отырмыз, біз конкретно істеп жатқан жұмысымыз бар да. Оны біз несмотря ни на что дейді ғой, еш нәрсеге қарамай, Аллахтың қалауымен күн жаңағы қасық қанымыз тамғанша жасай береміз. Өлгенше жасай беруіміз керек. Өйткені бұны халық конце до концов бір күні болмаса бір күн түсіну керек. Мыналар немене осы бақытты отбасы деген, бұл не проекті, не жоба деп түсіну керек та. И солдан кейін барып, мынау бақытты болған үшін осылай болады екен ғой деп, басқаларда бүкіл программаның бәрін солай ғой бұрып тастауымыз керек. Өйткені подсознательный уровне, жаңағы түп санада адамдардың бәрін жаңағындай жыламсыратып, жаңағы не істеуге әкеле бермеуіміз керек. Әрине олардың бәрі сосын кейін соған әкеліп келеді. Мысалы үшін мемлекеттік бағдарлама ашқан жаңағыдай неполный семья болса, барады да ажырасып алады. Немесе соған жаңағы өзінің несін жағдайын алып келеді. Ал егер де жаңағыдай жалғыз басты ана болатын болса, соған жағдайды алып келеді. Біз бақытты отбасына қашан береміз? Бүкіл біз енді қашанғы осыны пример ретінде біреу айтады ғой, сендер сөйлей бермеңдер, істеңдерші деп. Конкретно біз істеп отырмыз. Біз сияқты былайша айтқан кезде білмеймін енді кім жасап жатқан. Жоқ, мысалға бізге түсіп жатқан өтініштердің көбісі, мысалға 10 баласы, 8 баласы бар адамдар бар. Керемет отбасы, иә? Керемет отбасы, керемет суреттерін бәрін жібереді, мысалға. Біреулер айтады, неге бала той береді дейді. Жоқ, енді бала туа бергенде, мысалы көбісі айтады, государство вам не обязано, неге бала туа бересің, жұмысқа шық деп айтады. Енді бір шетінен ол мысалға енді әр адам өзі жаңағы өздері біледі ғой, былай қарағанда. Ақылдаспайсың деп отыр. Жоқ, мен айтып отырғаным көп балалы... Кім ақылдасады деп отыр біреулер. Жоқ, көп балалы отбасылардың айтамыз да, мысалы, сіз 10 баламен мемлекеттен әлі үй алмадыңыз ба деген сияқты сұрақ туындайды ғой. Олардың өздері заявка тұрғын үйге тастайды государствоға. Кем дегенде 10 баласы бар адамдар, 10-12 баласы бар адамдар, кем дегенде мемлекеттен 10 жыл кезекті күтеді. Сіз өзіңіз беріп көрдіңіз бе бір программаға қатысып? Мен беріп көрдім, бірақ әлі ешқандай бағдарлама сізге тиімді емес, немесе сізді қанағаттандыратын емес, дұрыс па? Сіз не полный семья болуыңыз керек? Да. Күйеуіңізбен ажырасып кетуіңіз керек, әпендеме отырған, немесе жаңағы жалғыз басты ана болуыңыз керек. Күйеуіңізбен болса, күйеуің барып жұмыс жасасын дейді. Қазақтың жігіттері жұмыс жасамайды емес, жасап жатыр. Бірақ тапқан айлығы өзінің күнделікті күнкөрісінен асып түспейді. Асып түспегеннен кейін ол не істейді? Барады да кредит алады. Өйтіп оны кредит берсе, кредит алғаннан кейін жаңағы ақшаны табу үшін дүниедегі ең қымбат өзінің 8 сағат уақытын жұмсайды. Ал енді жаңа кредит алғаннан кейін оны төлеу үшін жалындаған жастық шағын жұмсайды. Сонда біз бұл дүниеге ақша тауып кредит төлеу келдік пе? Әлде біз бұл дүниеге өмір сүруге келдік пе? Асыл адамның негізгі мақсаты осы еді ғой. Біз бұл дүниеге өмір сүруге келдік, кредит төлеуге келген жоқпыз. Ақша табуға да келген жоқпыз. Біз өмір сүруге келдік. Өмір сүру деген нәрсе өзің өмір сүресің, бақытты өмір сүресің, өзіңнен кейінгі ұрпақ қалдырасың, ол ұрпаққа жаңағы өзіңнің аманатыңды қалдырасың. Осыдан кейін осы отбасы, мысалы үшін кеше бір кісі айтып отыр, мысалы үшін мен Димашты бақытты отбасы деп айтамын дейді. Димаш Құдайберген, танисыздар ғой. Неге деп сұрасам, ол айтады, өйткені Димаштың 2 атасы, 2 әжесі бар дейді. Ата-анасы қасында. Ол жаңағы, қараңыз, Димашты біреулер жаңағы әншілік жағынан ойлап қалуы мүмкін ғой, жаңағы бақытты десе. Ол кісі басқа жағын көріп тұр да, жаңағы атасы, анасы, әжесі, бәрі аман, солар жағынан көріп тұр, көрдіңіз бе? Өйткені ол адамның атасы мен әжесі жоқ та, сол жағынан көріп тұр, сол бақытты екенін. Сондықтан қазіргі уақытта ең басты құндылығы сол болып тұр. Біреулер жаңағы, ой, ол әнші, сол ақша, материальный жағынан көреді. Ал енді біз үй беріп жатырмыз, Аллахтың қалауымен иншалла. Қазір берейін деп жатырмыз. Бұған дейінгі берген отбасылармен туысқандай араласып жатырмыз, көріп отырсыздар, иә? Барлықтарыңыз барсаңыздар, бала шағасы қалай қарсы алады, өзінің бауырын сияқты. Бір жағынан, екінші жағынан отбасымен
кәдімгідей ашық сөйлесесің, әңгімелесесің. Олардың бәрін Алла разы болсын, қандай уақытта да болса да әйтеуір олар мысалы үшін бұрынғы отбасы болып тұрған кезде олардың мүмкін ырзық несібелері сондай болған шығар, иә, мүмкін табыстары, білмеймін ғой. Бірақ тура қазіргі уақытта солар мұғалім болып жұмыс жасап жатыр, тура сондай табыс тауып, бірақ үйіне қай уақытта қонақ барса да қазан асулы, шай қайнаулы, берекесі бар. Сол міне бақытты деген сол ғой жаңағы. Енді біз біріншіден бақытты отбасылардың тақырыбын аша алдық па? Халыққа түсіндіріп айта аласыз ба? Біз вообще негізі аштық па тақырыпта? Бақытты отбасы деген не? Әлде халық біз түсінбей, біз түсінбей. Жаңағы айта кеттіңіз, осы уақытқа дейін отбасыларға үй бердік. Ол отбасылардың үйінде, одан кейін де жалпы үй берілгеннен кейін де, үй берілгенге дейін де ол отбасылардың жай-күйін көріп жатырмыз. Енді ол отбасылардың, біз берген отбасылардың енді халықтан басқа отбасылардың айырмашылықтарының бірі, енді ол кісілер енді сол уақыттары баспанасы болмаса да әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кем өмір сүрді. Иә, сондай өмір сүрумен қатар енді кішкентай қаражат әйтеуір өздерінің тыныс тіршілігін тапса да, бірақ ол кісілер де әйтеуір қоғамға пайдасын тигізем де, ол кісілердің өздері де басқаларға көмектесіп отырған ерекшеліктері ол отбасылардың. Ал қазіргі таңда ол отбасыларға біз үй бердік, ол отбасылар сол үйде тамаша тәтті қазір алған қалың өмір сүріп жатыр. Конкурстарға қатысып, конкурстарға олардан жеңімпаз атанып жатыр. Жеңімпаз атанып, әрі басқа да көп балалы отбасылар. Біздің бақытты отбасылар шыққан кісілердің балалары өнерлі, біреудің балалары керемет жаңағы сабақты жақсы оқиды, біреудің жаңағы әке шешесі бәрі жаңағы бұрынғыдан да нұрланып, жанарып, жасарып. Жоқ, біздің бақытты отбасылар, біз Асыл Адам қайырымдылық қоры үй сыйлаған отбасылар, мысалға бірінші кезекте келген кездегі мен қазіргі айырмашылығын білсеңіздер, емін еркін, жүздерінде күлкі. Сол баяғыдай бақытты отбасы, бірақ одан да мықтырақ болды. Олардың уже жаңағы өмірге деген көзқарасы, мысалға балалары көптеген үйірмелерге қатысудан бөлек, бұлар кішігірім бизнес ашып, бизнестерін дөңгелетіп, мысалға саморазвитие дейді ғой. Ары қарай сол балалары сол бизнеске бірге жұмыс істеп, одан кейін мысалға біз беретін болашақта беретін екі отбасының үйіне де өздері бізге ат салысып, не істейік, есік алдын жинап берейік, ертең сіздер келсеңіздер, біз міндетті түрде сіздерге жаңағы көмектесеміз деген сияқты өздерінің позициясын білдіреді. Олар уже жаңағы олар енді 100% бақытты отбасы. Мысалға алдында 90%. Получается, бізде бақытты отбасы болу үшін баспана керек па? Ең басты мәселе қоғамдағы отбасылардың. Ол не болып тұр ғой? Баспана. Егер де бақытты отбасыға біз баспана сыйласақ, яғни бүкіл Қазақстандағы бақытты отбасылардың бәріне баспанамен қамтамасыз етсек, уже екінші дыханиялар ашылады. Өмірге деген құлшыныс пайда болады. Өмірге мотивациясы мықты болады да олардың. Өйткені жаңағы жолдасы жұмыстан келген сайын қиналып, қашанғы бала-шаға мен квартирада жүрем, қызым есейді, ұлым есейді деп, уже ондай ойдан арылады, уже емін еркін болашағына нық қарап, алдыға қарай ұмтылады. Нұргүл, енді өзіңіз қазір Астана қаласына келдіңіз. Отбасыңызбен пәтер жалдап тұрсыз ғой? Пәтер жалдап тұрамыз, иә. Енді мақсат жассыңдар, бірақ сендер де пәтер жалдап тұрасыңдар. Иә, біз де пәтер жалдап тұрмыз. Астанада пәтер жалдап тұрмыз. Жоқ, біздің бірақ пәтер жалдап тұрып, біреуге үй салуды жоқ, біздің бақытты отбасылар күледі. Берген сол бақытты отбасылардағы жаңағы ханымдар айтады. Нұргүлші, шынымен жаңағы пәтер жалдап тұрасыз ба? Иә десем, бәрі таңырқай қарайды бізге. Қойыңызшы, сіздер қалай, үйлеріңіз жоқ па дейді. Мен айтамын, иә. Біз жаңағы үйді салып сол отбасыларға бергенге, соны көз алдымызға жаңа елестеткен кезде соларға беріп, сол жаңағы финалы болып, жаңа салютымыз атылып, сол отбасылардың эмоциясын көз алдыға елестеткен кезде, біз өзіміз алып атқандай шынайы мәз боламыз. Бірақ өзіміздің артымызда түгіміз жоқ та, ол кісілер таң қалады. Шынымен жоқ па дейді. Иә, біз просто жаңағы не ғой? Сіздер барып жүргеннен ойлайды ғой, байдың балалары, байдың қатындары. Сосын кейін оларда концепция былай болады, мына бізге үй салып жүрсе, онда значит өздерінің жағдайлары бес деп ше. Енді қараңыздар, кезінде бізде өзіміздің астымыздағы машинамызға дейін сатып жіберді, осындай жағдай жасағанбыз. Соны сіздер чувствуете да, қандай жаңағындай мен жаңағы өзімнің отбасымның алдында
қалай болып барады Иә. мысалы үшін. Иә, иә, иә. Мысалы үшін әркім әйелі болғанда Әйел адам болғаннан кейін бәрібір айтады. болғаннан кейін айтады ғой мысалы үшін. Иә. Бірақ үйге барасың, машинаны сатып жібердім уже. Сонда айтады ғой, ең соңғы машинаны сатып жібердім. Енді қалай сен балаларды апарасың, ертең қалай жүресің? Ничего страшного, мен қазір арендаға 4000 теңгеден машина аламын. Анда Nexi, ана бір нәрсе деген, сонымен жүре тұрамын деп. Сонда бізде көрдіңіздер ме, қандай уақыттарда артқа қарай жол жоқ. Мосттардың бәрін өртеп, тек қана алға қарай жүрумен. Өйткені біздің жасап жатқан жобамызға осы Аллах тағала бір берекесін береді. Міне қазір күннен күнге, мысалы үшін біз бұрын кішігірім үйлер салсақ, қазір енді үлкен үйлер салып жатырмыз. Үлкен үйлер салғаннан кейін ол үлкен үйлердің құны да үлкен, өздеріңіз білесіздер. Оның берері де басқа адамдарға. Негізі бұл үй бір проект шоу деп ойлауы мүмкін адамдар. Бір жағынан адамдардың да түсінігі біртүрлі ғой енді, шоу деп. Бірақ оны көрсетпеске де болмайды. Осы уақытқа дейін көрсетпей істелді ғой. Иә. Осы уақытқа дейін көрсетілмей істегеннен насихатталмағаннан кейін халық ондайға қоғам үйренбеген. Сол үшін біз қазіргі таңда шоу форматында, бірақ шоу емес, шынайы түрде жаңағы реалити шоу, иә, телевизионный проект ретінде түсіріп. Баяғыдан американский шоуларды көретін едік қой, біреудің үйін бытчысын шығарып тастайды, оның үйін соғып береді. Соған кейін жаңағы бәрі қуанып жатады. Иә. Қандай эмоция, иә? Иә. Бізде неге сондай эмоция жоқ? Бізде кішкене біз бере алмайтынбыз. Жоқ, ол үшін емес қой деймін. Кішкене ұяң болып келеді ғой деймін. Бізде үй алып жатқан адамдар бір андай ұялып келеді. Иә. Ан жақта үй алып жатқандар адамдар есік теуіп, жерге жылап, вау деп те айтпайды ғой біздікілер. Өйткені біз шынайы эмоциямызды бүйтіп іштей қуанады, бірақ сыртқа шығаруға ұяңдау халық болып келеді. Қазақтарға бар ғой, үйді бергеннен кейін 2 күннен кейін келіп түсіру керек та оны ше. Потому что 2 күннен кейін осознание болады. Сезінеді да. Оған дейін сезінбейтін сияқты. Бірақ негізі қалай болғанда да, міне біз шамал уақыттың ішінде міне түнде батып қалды. Біздің істеп жатқан жұмыстарымыздың бәрін халықты түсініп қалды деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, енді міне қазір бір қанат болып бәріміз алға қарай есіп келе жатырмыз, алға қарай ұшып келе жатырмыз, алға қарай жылжып келе жатырмыз. Бірақ сіздермен бірге жаңағы осы жобаны жасап отқаныма Аллаға сансыз шүкіршілік айтамын. Бұған дейін де сіздерге дейін қаншама команда болды. Ол команда өзіміздің жаңағы ұятқа қалдырып кеткен кездер болды. Командамыздың ішінен біреулер жаңағыдай сатқындықпен айналысып, осындай нәрселер жасап кеткен күндер болды. Ал енді кейін осы үй алған адамдарда рахмет айтпағай жаңағыдай басқаша сөздер айтқан күндер болды. Сол кезде Аллах тағала маған сынақ берді деп ойлаймын да. Ой, қойшы құрсын, осыны тастап кетейінші, кім үшін жасап жатырмын деп. Сол кезде әйел адамның қасындағы қатын саған уағыз айтады. Не дейді ол? Көрдің бе? Ондайға бермеу керек. Оны Аллах тағала өзі де бермеген. Сен енді соның бәрінен деп жаңағыдай біраз әңгіме айтып қалады. Бірінші Аллах тағала айтқан басына жақ, одан кейін туыс-туғанына жақ, одан кейін жаңағы нағашы, қайын жұртқа жақ, сосын кейін барып басқа. Сен айталада басқа біреуден бастайсың деп сөйтіп айтатындар. Бірақ біз бұл жұмысты Аллахтың ризашылығы үшін жасап келе жатырмыз. Өзі негізі кейбіреулер қазір осы жерде комментарий жазуы мүмкін, неменеге үй бергендеріңді айта бересіңдер деп. Қазақта қазір мынандай сөз бар. Азғындық жариялаған елде дейді, жария садақа жасағанымыз дұрыс екен дейді. Өйткені азғындық жариялаған елде жария садақа жасасаңыз, сол садақадан кейін де басқа адамдарға үлгі насихат болады екен оның өзі. Ең бастысы біздің жасап жатқан жобамыздың бәрі бір Алланың ризашылығы үшін, өзімізден кейінгі ұрпаққа аманат болу үшін. Қасымыздағы жаңағы бақытты отбасылардың балалары өзіміздің балаларымен өзімізбен бірге араласып, бір бақытты отбасылардың жаңағы балалары болып бірігіп кетсе, одан кейін ол басқа балаларға да ертең олардың да мықты жігіттер, мықты қыздар шығады деп ойлаймын. Бір қауым ел болады олардың бәрі, Алла қаласа. Олардың балалары қазақ еліне кәдімгідей шынайы қызмет етеді деп ойлаймын. Өйткені қазір жұрттың бәрін ойлайтыны ақша деген ешқандай еш нәрсе тұрмайды, құр қағаз. Оны айтсаң ешкім сенбейді. Енді біздің жасап жатқан жобамыздың бәрін Алла қаласа халық бүгін түсінді деп ойлаймын. Бүгінгі эфир барысында кішігірім осының бәрін айтып өттік. Жалпы негізі бақытты отбасы дегеніміз бұл ақшаға да байланысты емес. Ең бастысы бақытты отбасылар болған. Құрметті достар, сіздерге айтпағымыз осы. Бүгінгі еркін әңгіме болды. Біз осының бәрін эфирсіз ақ, осы видеокамерасыз ақ, осы тұрған жарықсыз ақ, осында тұрған звуксыз ақ, күнделікті шайдың үстінде, күнделікті осы жерде айтып жүрген мәселе. Жақында
Асыл адам деген үлкен бүкіл қалаларда фестивальдар болады. Сол фестивальдардың барысында біздің осы қайырымдылық қорының жалпы негізі елімізге қызмет жасап жүрген, өркениеттің, исламның, адамзаттың дамуына қызмет жасап жатқан адамдарды марапаттасақ деп те жатырмыз. Осы асыл адам деген жақсы адамдардың бір бас қосатын жері қылып. Сондықтан осы идеологияға, осы бағытымыздан жұмыс жасай берейік, еліміздің, өркениетіміздің дамуына қызмет етейік. Бұл біздің Қазақстан, бұл жақтан ешқаяққа кетіп бара жатқан жоқпыз. Қанша деп айтқанмен де, қанша дегенмен де өзіміздің еліміз. Сондықтан сіздермен бірге міне қазір көбінесе жастар жинап жатқаным сол. Сіздерде действительно қазір ақшаға, еш нәрсеге қызығып жатқан жоқсыздар. Таңертең кешке дейін күндемен міне қазір арқамызда түн болып жатыр. Түндемей жұмыс жасап жатсыздар. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Сіздер осы жұмыста жүргеннен кейін мен емін еркін спокойно басқа жұмыстардың бәрін жасап жатырмын. Аллахтың қалауымен. Бірақ арасында келіп осылай талқылап тұрайық, араласайық, әңгімелесейік, халыққа түсіндірейік. Ең бастысы қазір енді бақытты отбасылардың легін көріп, өзіміз де сол үй алғандай қуанайықшы, расымен. Шынайы қуана білген адамдарға ғана Аллах тағала бақ береді екен. Тағы да бір мәселе айту керек, құрметті достар, біз осы жұмыстарды жасап жатқан кезде Аллах тағала біздің берекелерімізді, бізге беретін рызық несібемізді де арттырады екен. Ең бастысы ниетімізді дұрыстап алып, алға қарай жүре берсек болды. Ешқашанда ақша қаяқтан келеді деп ойламаңыздар. Деньги сопутствующий атрибут достижения целей дейді. Ақша мақсатқа барар жолдағы құрал ғана. Енді мен оқыған кітаптардың көбісі орысша болғандықтан кешірім сұраймын. Негізі көп ақшаға мәселесі бойынша оқыған кітаптарында ақшаны басына қойған емес. Әрине біздің Қазақстанда қазір бизнесті оқытып жатқан жігіттердің бәрі ақша это деньги, это сила, деньги это мощь деп жатады. Оның бәрі далбаса. Мәселе ақшада емес, мәселе мына бастағы идеологияда. Идеология үшін жұмыс жасайтын адамдар надо ценности поменять. Сондықтан ақшаны төбеге емес, аяқтың астынан қойып қараңыздар. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар, бақытты отбасыларды біз күтеміз және де оларға қолдау береміз. Махаббаттарыңыз мәңгі болсын.